Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мына Шымкент тұрғынның аэропортқа, жаңа аэропортқа келушілері мынау қатарларымен кірмеңіз, сол жақтағы қатармен бірінші, екіншімен кіріңіздер. Өйткені бұл 24 сағатқа 200 теңге төлейсіз. Ал мынау бағана 3-ші, 4-ші қатармен кеткендер мынадан асып өте алмайды бері қарай. Олардікі 15 минуты 200 теңгеде, 15 минуттан кейін ары қарай 10 теңге, прикинь. 15 теңге ар жағында бірінші паласа. Соған білмей кіріп алады да, ана жерде 15 минут қалай өтіп кеткен білмей қалады да. И, короче, кетті ғой. Общий видеомның жалғасы. Қараңыздар, аналар кетіп жатыр ғой. Мынадан кесіп бері қарай өте алмайды, сөйтеді анаяққа барып тұрып алады да, короче. 15 минуттың өтіп кетті, 10 мың теңге төлесең шлагбаум ашылады, 10 мың теңге төлемесең ашылмайды. Қайттан артқа қайтпа, разница жоқ, анаяқтан шыға алмайсың. Мыналардың бәрі 10 мың теңге, 15 минуттан асып кеткендер 15 мың теңге төлейді. Қазір барып, осылардан комментарий алатын болсақ, жылап, ашуланып, нервс етіп жатыр. Так что, міне, мен айтқан сол жақтағы бірінші, екіншімен кіресіздер. Короче, мынау 2-3 теңгелік стоянка, мынау білмей келіп қойғандар. Анау полосадан кейінгі қойғандар. Осылар міне 10-15 минуттан кейін уақыт өтіп кетсе, шығатын кезде шлагбаум ашылмайды, 10 мың теңге төлеу керек. Өйткені кіреберісте солай жазылған, оған көбісі мән бермейді. Так что, ана полосамен кірсеңіздер, 2-3 теңге төлейсіздер 24 сағатқа. Опша, Шымкенттегі аэропортқа келгеннен кейін сол жақтағы бірінші, екіншімен кірсеңіздер, мен осы жердегі парковкаға қоясыздар, 2-3 теңге 24 сағат, короче. И сосын мынау 1 мен 2 мен шығып кете бересіздер. Ал ар жақтан мынаумен кесіп келгендер 15 минуттан асып кетсе 10 мың теңге, 15 мың теңге төлеп шығу керек. Короче, айқай шу болайын деп тұр ғой. Жаңалықтарға, тиктокқа біраз шығайын деп тұр ғой. Пока бастамасы мен бірінші түсіріп, біліп, көріп, Құдай сақтасын, басымнан өтпеді. И қалғандарға да өтпесін. Қателесіп, анаяқтағы алдына тоқтаймын деп қателесіп, ояққа кіріп кетпеңіздер. Анаулар сияқты тұрасыздар. 10-15 мың теңге төлеу керек, или ашылады, или ашылмайды деп, короче. Ал, аман болыңыздар, бар болыңыздар. Жақсы жағынан шешілсін. Негізі анаяққа кіріп атқан кезде ескертіп айту керек ше, көп адамдар білмейді. Ошаққа кіріңіздер, 2-3 теңге. Ар жағындағы паласаға кірсеңіздер, 15 минуттан асып кетіп тұрып қалсаңыздар, болды, короче, шыға алмайсыздар, анаяқта тұрасыздар. 10-15 мың теңге төлеу керек. 15 минутқа. 15 минуттан асып кетсе, 1 минут асып кетсе болды.